Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ыстық күні шөліңізді қандырып қана қоймай, ағзаңызға пайда әкелетін каркаде сусынының өте қарапайым рецептісін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеомды соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен бізге осындай каркаде шайы қажет. Кез келген азық-түлік сататын дүкендерден алсаңыздар болады. Мен 40 грамм каркаде жапырақтарына 5 литр су құйып жасаймын. Классикалық рецептте негізі 10 грамм шайға 1 литр су қажет. Суға 2 сағат салып қоямыз жапырақтарымызды, немесе бір түнге де салып қоюларыңызға болады, кешке жасасаңыздар. 2 сағаттан кейін сусынымызды оттың үстіне қойып, 5 минут қайнатамыз. 5 минут қайнатқаннан кейін оттың астын өшіріп, үстіне қантымызды қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша қосуларыңызға болады. Мен 5 литрға 350 грамм қант қостым. Және де жарты шай қасық лимон қышқылын қосып, жақсылап араластырамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай, біздің сусынымыздың түсі өте қанық болып шықты. Дәмі де өзіне тән ерекше, әрі ағзаңызға пайдалы. Дәл осы рецептпен жасауға мен сіздерге кеңес беремін. Сусынымызды сүзіп, жапырақтарын жеке алып тастаймыз дағы ыдысымызға құйып, суығаннан кейін ұсына берулеріңізге болады. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.